Ассалаумағалейкум YouTube көрермендері. Мен мынандайға шықтым енді. Менде енді лола ғана сауылып тұр ғой. Сол себепті ешкінің сүті сәл аздау болғасын жерде сиырдың сүтін қосымша алып, 50-де қосып, қатығын ұйытып, осы қазір мінеке газдың астына жағып қойдым, құрт қайнатып жатырмын. Құрт қайнатып жатырмын мінеке. Сиыр мен ешкінің сүтінің қосындысы. Құдай қаласа қандай құрт шығатынын көретін боламыз. Бұлайынша қатығы әдемі қою болып шықты, дәмін де көрдім. Тамаша, керемет. Енді амал жоқ, құрт керек. Сол себепті бір ешкінің сүті жетпегесін жерде осылайынан мінеке сиырдың сүтінде қосып құрт қайнатып жатырмыз. Дәмін енді мен ешкінің құртын жасап жүрмін ғой бірыңғай. Сиырдың сүтімен қосқан кезде дәмі қандай болатын, онымен де бөлісетін боламын, Құдай қаласа. Мінеке амандық болса осылай тағы да шығатын боламын эфирге.